Қарақалпақ халқының зергерлік бұйымлары бұл Қарақалпақ мәдениетінің көркемлік жақтан бір ажыралмас бір бөлегі болып есептелінеді. Бүгін сөз етпекші болған безену бұйымы Қарақалпақ аял қызларының шаш баулары, яғни шаш безену бұйымлары болып есептелінеді. Біз алдын ала соны айтып өтуіміз керек. Қарақалпақ халқы аял қызларының шаш бауларын зерттеу мәселелеріне Татьяна Александровна Жданко, Сабыр Камалов, Ағымбай Алламұратов, Қожа Ахмет Еспергенов, Зафара Алиева жас этнографларымыздан, һәм солмен бір қатарда Құрбанова Земфира апаларымыз, этнограф алымларымыз, яғни осы шашбау, яғни шаш безену бұйымлары хақында бізге тұлумалық материалларды келтіріп өткен. Бірақ бұл материаллар көпшілік жағдайда милли киімлермен біргелікте, һәм солмен қатарда милли тақыншақлармен біргелікте алып барылған бұл зерттеулер. Шашбаулардың өзін біз бүгінгі күнде Игорь Витальевич Савицкий атындағы Қарақалпақ мемлекеттік көркемөнер музейі этнография фондында сақлап келмектеміз. Біз осы фондымызда, яғни топламымызда бар болған тақыншақлармен бүгін бөлісеміз, яғни біз оларды екіге бөліп алып қарап үйренуіміз мүмкін. Біріншіден бұл барлық халықларға ортақ, түркі халықларға ортақ болған металл шашбаулар. Яғни бұл дегеніміз металл шашбаулар ерте дәуірде дегенде анықтастырып айтатын болсақ, 19 ғасырдың дөгереклерінде айланыста болған рус патшаларының, атап айтқанда Николай II патшаларының теңгелері пайдаланудан қалып кетеді. Яғни олар айланыстан шығады. Һәм сол айланыстан шыққан теңгелерді қызларымыз зергерлерге алып баратұғын болған, ал зергерлер болса өз нәубетінде оларды біріктірген, оларға штақлар, ямаса теңгешелер, ямаса шынжыршалар қосып, шашбаулар жасап беретұғын болған қызларымызға. Бұнан тысқарып, рус патшалары теңгелерінен тысқары біздердің шашбауларымыз арасында Иран патшаларының теңгелері менен де дізіп ісленген шашбаулар ұшырасады. Бізде сорау туылуы анық, яғни бұл теңгелерден біріктіріліп ісленген ұзын шашбаулар шашқа қалай біріктіріледі, яғни бұл шашбаулар шашқа қалай тағылады. Бұл шашбаулар көбінше қара жіп, жіңішке, я болмаса қалың шашбаудың шаштың көлемін білген сақлаған халда, я болмаса олар халық арасында жәмелек атыменен белгілі. Ане сол жәмелек ямаса жіплер біз жоғарыда айтып өткен теңгешелерге, яғни шашбауларға біріктіріледі, һәм ол өрімнің ең ақырына біріктіріп, яғни жалғанып қойылатұғын болған, һәм өз нәубетінде қыз үшін бұл азлы-кем басына ауырлық түсіріп тұратұғын болған. Ал бұны да халық өз тарепіне шешкен десек тур болады, яғни қызларымыз шашының ауырлығы менен қаддын тік сақлап жүруге де харекет ететұғын болған. Енді екінші түрдегі шашбауларымыз музей топламындағы бұл жіпектен тоқылып, өріліп, ісленген шашбаулар есептелінеді. Яғни тоқыма түрдегі шашбаулар. Бұл түрдегі шашбаулар бүгінгі күнде музей фондында, солмен бір қатарда Қарақалпақ халқы аял қызлар арасында жүда кең пайдаланылған. Олардың түрлері жүда көп, һәм олар һәр тареплеме қолайлы. Не үшін біз бұндай деп жатырмыз? Яғни ол типтегі шашбаулардың өзін бірнеше түрлерге бөліп алып қарау мүмкін. Бірінші түрі бұл ең апуайы түрі есептелінеді. Бұл апуайы реңлі жіплерден шашақлы пөпеклер менен біріктіріліп ісленген ұзын лента көрінісіндегі шашбаулар. Олар да біз жоғарыда айтып өткеніміздей өрімнің ең арқасына, яғни ең түбіне қызымыз тарепінен өріліп, я болмаса байланып, біріктіріліп қойылатұғын болған. Ал бұндай шашбаулардың, яғни тоқылған жіпектен ісленген шашбауларымыздың екінші түрі бұл металл деталлар қосылған шашбаулар есептелінеді. Яғни бұл дегеніміз шашбаулар тек қана тоқыма ұсылыбында өзінің көрінісін сақлап қалмастан, оларға кішкене өңір моншақ тақыншағымызға ұқсас болған, оның миниатюрный көрінісіндегі бір формасын қосатұғын болған, біріктіретұғын болған, оның ұзын лента жеріне майда металл штақлардан, бөлеклерден ісленген деталларды қосып біріктіріп қызларымыз тағатын болған. Ал енді күнделікті тұрмыста бұл шашбаулардың да пайдасы хақында, һәм олардың түрі хақында айтып өтетұғын болсам, шашбаулар тек қана қызға эстетикалық, көззалық беріп қалмастан, олар күнделікті тұрмыста оны зәрур нәрсе сипатында да пайдаланған. Мәселен, бүгінгі күнде музей топламында сақланып келіп атырған гүлдлі шашбаулар һәм
тіс шұқылағыш, я болмаса құлақ шұқылағышлар біріктірілген шашбаулар қазір айтып отырған сөзіміздің тікелей мысалы бола алады. Яғни гүлтлі шашбаулар дегенімізде біз жоғарыда айтып өткендей апуайы, реңлі сабақлар менен тоқылған қызлар тарапынан шашбаулар. Бірақ бұлардың ең соңынан гүлтлер біріктірілетұғын болған. Гүлтлеріміз көбінше кішкене миниатюрный көріністегі форманы өзлерінде сақлаған. Яғни бұл қызға не үшін керек? Қызларымыз өзлері бізге белгілі болғандай, Қарақалпақ қызлары 7 жасынан баслап сол өзінің киімлерін кестелеуге, тігуге әрекетте болған. Хам ұсы кестеленетұғын киімлердің хаммесі өзінің сандықшасында, я болмаса сабаяқшасында сақланатұғын болған. Ане сол нәрсенің гүлті қызларымыздың шашбауларында ілініп тұратұғын болған. Бұл қызға әр тәреплеме қолайлық тудырады. Яғни оның гүлті бар құлла өзінде сақланады. Ал енді функционалық жақтан оғада және бір қолайлы шашбаулардың бірі бұл тіс шұқылағыш, ямаса құлақ шұқылағыш пенен біріктірілген шашбаулар. Олар да тап сол гүлтлі шашбаулар сияқлы көріністе қызымыздың шашына тағылып, бірақ олар сол күнделікті тұрмыста қызымыздың гигиеналық тарептен өзін сақлауға қызмет ететұғын болған. Бүгінгі күнде келіп, бұндай біз жоғарыда атап өткен түрдегі шашбаулардың Қарақалпақ халқы арасында атамалары оғада түрліше. Яғни олар тек ғана шашбау, я болмаса шаш безену бұйымы атамаларымен аталып қалмастан, тіллі шашбау, пөпеклі шашбау, шашақлы шашбау, я болмаса моншақлы шашбау атамалары менен де аталатұғын болған. Бүгінгі күнге келіп, Игорь Витальевич Савицкий атындағы көркем өнер музейінде сақланып атырған шашбаулар дәрежесі оғада жоғары. Оларды сол халық өз дәуірінде жасаған, іслеген халында сақлап келу, бұл бүгінгі күнде музей қызметкерлерінің тікелей уазипасы есапланады. Бұндай біз жоғарыда келтіріліп өткен типтегі шашбаулар музей экспозиция залларында мейманларымыз үшін көргізбелерге қойылып келінбекте.